Сәлеметсіздер ме? Бүгін хромакейді кетіру туралы болады. Вроде көп айтады, оны ерунда емес па деген сияқты. Мен де солай ойладым, мен де бір қателікпен жасап жүрдім. Жарық дұрыс қоюмен алысып жүрдім хромакей қойғанда. Сөйтсем, ол ондай проблема емес. Сонымен қазір сізге көрсетейін. Так, Аида ханымның есін қояйық. Мысалы қараңыз, қарапайым видео эффекттағы прозрачный наложениедағы ключ ультра. Болмаса мұнда ультра жазсаңыз өзі тауып береді. Кей ультра деп. Сонымен элемент управлениеға барамыз. Ключевой цветті аламыз да жасылға қоя қоямыз. Енді қараңыз. Көріп тұрсаңыз, мына жерлерде шум тұр. Оны кетіру үшін очистить маску. Смягчить болады. Бірақ смягчитсе, мені көріп тұрғанда кесіп салатыр да. Контрастын қосуға болады. Тағы бір вариант. Бірақ контраст қосқанның өзінде көмектеспейді тек қана. Ал енді қараңыз. Контрастын қостым и средний точканы қостым. Болды. Ендігі мәселе. Бәрі керемет кетті, бірақ шум бар да. Ол үшін не істейміз? Темнотаны күттай көтереміз. Сонда байқағаныңыздай алпыста тұра берсін. Енді қараңыз, тап-таза, ешқандай не жоқ. Ешқандай шум жоқ, ешқандай не жоқ. Қазір бір кез келген сурет қойып көрейік. Мынаны бір көтерейік те. Мысалы, Аидаға қайсы жарасады? Масштабировать по экрану болмаса. Міне, өзіңіз көріп тұрғандай фонда керемет тап-таза болды. Және өзі керемет таза, ешқандай шумсыз болып тұр. Алыңыз, қолданыңыз, ең қарапайым прием, ешқандай деген жарықпен алысып жатпайсыз. Premiere Pro'ның өзінде бірталай нәрсе шығару болады. Көмектесе алсам қуаныштымын. Сонымен сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып қойыңыз. Не болмаса менің WhatsApp'ым жеке тұр. Соған жазсаңыз болады. Не болмаса менің каналыма өтіңіз. Каналымда мен пайдалы ақпараттармен бөлісіп тұратын боламын. Тек қана YouTube'тан бөлек, ол жерде пайдалы ақпараттарды беріп тұратын боламын. Өзімнің жеке подписчиктарыма. Сонымен менің жеке подписчиктарымның қатарына қосылыңыз, подписаться етіп қойыңыз және де колокольчикті басып қойыңыз. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазуға ұмытпаңыз. Мүмкін именно сіздің айтқан видеоңызды шығарып қалармын. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы күндерде кездескенше.